Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ал бүгінгі видеода барлығы сүйіп жейтін дәмді, үгітілмелі самса дайындаймыз. Сонымен қоса 4 түрлі ең әдемі, ең өтімді түю әдісін көрсетемін. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бізге қажет ингредиенттер: жұмсақ сары май, 1 жұмыртқаның сарысы, қаймақ, ас содасы, 6 немесе 9% уксус және де електен өткізілген ұн. Жұмсақ сары майға 1 жұмыртқаның сарысын қосамыз, қаймақты қосамыз, жарты шай қасық ас содасының үстіне 1 ас қасық 6 немесе 9% уксусты құямыз, 1 шай қасық тұз қосамыз, барлығын мұқият араластырамыз. Осы массаға електен өткізілген ұнымызды толығымен қосып жібереміз. Ең алдымен силиконды күрекшемен араластырып аламыз. Кейін қолымыздың көмегімен араластырып, қамырды біріктіреміз, елемейміз. Байқағаныңыздай, қамыры өте тез дайындалады. Нәтижесінде жұмыс істеуге өте ыңғайлы, үгітілмелі қамыр шығады. Бұл рецептінің самса минутка деп аталуы да сондықтан. Қамырды салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа жібереміз. Кем дегенде 20 минут тоңазытқышта тұруы қажет. Салмасына менде 300 грамм тартылған ет және де соған сәйкес 300 грамм ұсақтап туралған пияз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, зира қосамыз. Мұқият араластырамыз. Майдалап туралған ет болса тіптен керемет. Тоңазытқыштан шыққан салқын қамырды ең алдымен өлшеп аламыз. Қамырды шамамен 30 грамм етіп бөліктерге бөліп, дөңгелек формаға келтіреміз. 30 грамм етіп өлшесеңіз, орташа мөлшердегі самсалар шығады. Қалауыңызша үлкенірек немесе кішірек етіп дайындасаңыз, әбден болады. Менде нәтижесінде орташа мөлшердегі 27 самса шығады. Ең бірінші түю әдісі барлығымыз үйреніп қалған, классикаға айналған 3 бұрышты түю әдісі. Барлық самсаларда салма бірдей болу үшін оны да әрдайым өлшеп алып отырдым. Менің жағдайымда әрбір самсаға 22-23 грамм салма қажет болды. Екінші түю әдісі шеті өрілген самса. Мен ең көп, ең жиі қолданатын әдіс шетін осылай бекітіп, қамырды жұқарта отырып қолымызбен басып өріп аламыз. Қамыр бөліктерін жаюға осындай силиконды кілемшені қолдансаңыз, мүлдем ұн қажет болмайды. Және де қамыр силиконды кілемшеге мүлдем жабыспайды, жұмыс істеу өте ыңғайлы. Қамырдың өзі де сондай керемет, кез келген өзіңіз қалаған формадағы самсаны дайындасаңыз болады. Піскеннен кейін де формасын әдемі етіп сақтап қалады. Үшінші түю әдісі домалақ самса. Бұл самса үшін қамырдың ортасына тиіспей, шеттерін әбден жұқартып алуымыз керек. Ортасына салманы салып, шеттерін ортасына қарай жинап, домалақ формаға келтіреміз. Төртінші түю әдісі қазіргі таңда хит болып жатқан самса тюльпан. Бұл әдіс үшін қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп пышақпен кесіп аламыз. Салманы 3 бұрышты етіп орналастырамыз. Қамырдың шеттерін әрдайым мұқият бекіте отырып айналдырамыз.
қамырдың астыңғы бөлігін самса противенде тұратындай етіп реттейміз. Бұл қамырмен самса тюльпан бір жасағаннан әдемі болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіз. Бір жұмыртқаның сарысына аз ғана сүт қосып, самсалардың үстіне жағып шығамыз. Үстіне қалауыңызша кунжут, қара кунжут немесе мак себуге болады. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 25-30 минутта пісіп шығады. Осындай әдемі, керемет, дәмді, қамыры үгітіліп тұратын, салмасы сочный самсалар пісіп шықты. Ас үйдегі өміріңізді жеңілдетемін, әрдайым оңай және дәмді рецептілер ұсынамын. Видео рецепт ұнаса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Менің каналымдағы рецептілер бойынша дайындасаңыз, инстаграмдағы сториске мені белгілесеңіз, қуанып қаламын. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.